Балаларым, келіңдер дастархан басына. Сендерге жақсы жаңалығым бар. Анасы балаларға ақтан құйып отыр, ауыз тисін. Балаларым, бұйыртса сендердің бауырларың дүниеге келеді. О, әкешім керемет жаңалық. Келе ғой бала. Ендеше балам, біз екеуміз сол бауырының бесігін жасайық. Әкесім, сылтам жасайсың. Бірінші ауқаттанып аламыз, алдымызда ақтан ішіп, ауқаттанып алайық, иә? Иә, әрине. Отағасы сіздер ұлыңыз екеуіңіз бесікті жасай беріңіздер. Біздер бесіктің сол қызымыз екеуіміз жасауын жасайық, иә қызым? Иә, анашым. Иә, қуана-қуана келісемін. Алдымен, балалар, қолдарыңызды жайып, дастарханға бата беріп жіберейін. Асқа берекет, ажалға сабыр ет, не тілесек те Аллах Тағала қабыл ет. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын балалар. Күтіп отқан сәбиіміз аман есен дүниеге келсін. Алла ақылы. Балам, бесіктің ең алғашқы бөлігін бөгенді аталады, иә балам? Сол бесікті әшекейлеу үшін мен осындай қошқар мүйізді ойып таңдадым. Балам, ертең өскенде әкең сияқты осындай шебер боласың, иә балам? Иә. Сондықтан не істеу керек? Әкеден бала үйрену керек. Міне балам, біздің бесігіміз де дайын болды. Қандай керемет, иә? Иә. Балам, мына бесіктің өзінің бөліктері бар. Мынау бізде арқалық деп айтылады. Мынау бізде шабағы деп айтылады. Мынау екі жаны, мынау табаны деп аталады балалар. Балам, қарашы, қандай әдемі, иә? Анасын бесік дайын болды. Ой, жарайсыңдар, керемет, әдемі бесік екен. Біздер де бесіктің жасауын дайындап болдық, иә қызым? Иә, анашым. Көрпешесі, бисмилля. Және де кішкене төсейдің астына көрпелері бар. Қолбауы. Жалпы қазақта мақал бар. Ел болам десең, бесігіңді түзе дейді. Бесікке жатқан бала таза жатады, жылы жатады, көркем мінезді болады. Иә? Иә, балам. Және де бос бесікті ешқашан тербетпейміз. Сондай ырым бар қазақта. Бүгін бір керемет күн болды. Иә, анасы, дұрыс айтасың, балам. Бүгін біздер не жасадық? Айтып берші. Кішкентай бепенің бесігін жасады. Иә, дұрыс айтасың, кішкентай бауырының бесігін жасадық, иә? Біз де қарап қалған жоқпыз. Қызым, бүгін не жасадық екеуміз? Бесіктің жасауын жасады. Бесіктің жасауын жасадық. Саған ұнады ма? Иә. Біршама нәрсені үйренді қызым.